Батыс Қазақстандағы Савромат, Сармат тайпалары. Бірінші археологиялық ескерткіштеріне тоқталатын болсақ, Батыс Қазақстандағы Савромат, Сармат тайпалары ерте темір дәуірінде өмір сүрген, көшпелі өмір салтын ұстанған жауынгер халықтар. Олардың археологиялық ескерткіштері, жазба деректері және шаруашылық тұрмыстық ерекшеліктері бұл тайпалардың тарихи рөлін анық айқындап береді. Батыс Қазақстан аумағында Савромат, Сармат мәдениетіне жататын көптеген қорымдар мен қоныстар табылған. Ең танымал ескерткіштері Аралтөбе, Сымтас, Тасқопа, Қызылоба, Жайық бойындағы қорымдар. Бұл обаларда жерлеу рәсімі күрделі, яғни қабірлер тікбұрышты, кейде таспен қоршалған, адамның жанына қару-жарақ, ат әбзелдері, әшекей бұйымдар қойылған. Аралтөбе қорымынан табылған алтынмен атталған әйел мүсіні сарматтардың әлеуметтік құрылымында әйелдердің ерекше рөл атқарғанын көрсетеді. Сонымен қатар обалардан табылған заттар қыш ыдыстар, темір мен қола бұйымдар, зергерлік әшекейлер олардың көркемдік талғамын және сауда байланыстарын айқын дәлелдейді. Савромат, Сармат тайпалары туралы жазба деректерге тоқталатын болсақ, олар туралы алғашқы деректер Геродот, Страбон, Плиний, Птоломей сияқты антикалық авторлар жазып қалдырған. Геродот сарматтарды скифтермен туыстас, жауынгер халық ретінде сипаттайды. Ол сармат әйелдерінің ерлермен бірге шайқасқа қатысатын, олардың батылдығы мен еркіндігін ерекше атап өтеді. Страбон сарматтардың Еділ мен Дон өзендері аралығында өмір сүрген, көшпелі өмір салтын ұстанғанын жазады. Плиний мен Птоломей сарматтарды Еуразия даласындағы ірі этникалық топ ретінде көрсетіп, олардың батысқа қарай қоныс аударуын сипаттайды. Бұл деректер сарматтардың тарихи қозғалысын, көрші халықтармен қарым-қатынасын және әскери қуатын көрсеткен болатын. Шаруашылығы мен тұрмысына келетін болсақ, аталған тайпалар негізінен көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Олар қой, ешкі, сиыр, жылқы сияқты төрт түлік малды маусымдық түрде ауыстырып отырған. Сонымен қатар аңшылық және балық аулауда қосымша кәсіп ретінде дамыған. Қоныстары өзен, көл маңында орналасқан, жеркепе немесе жеңіл құрылымдардан тұрғызылған. Сарматтар металл өңдеу ісін жақсы меңгерген. Темірден қару-жарақ, ат әбзелдері, тұрмыстық құралдар жасалған. Зергерлік өнер алтын және күмістен жасалған. Бұйымдар олардың эстетикалық талғамының жоғарғы болғанын көрсетеді. Сауда саттық арқылы олар тек грек, парсы, скиф мәдениетімен байланыс орнатқан. Осы өнер бағытында бұларда сақтармен салыстырғанда ерекшелік бар. Мәселен, сақ тайпаларында аңдық стиль кеңінен орын алған болса, кеңінен тараған болса, ал Савромат, Сармат тайпаларында полихромдық стиль ерекше дамыды. Ол екеуінің айырмашылығы мынада: сақтардағы аң стилі, олар өздерінің шығу тегін қандай да бір аңмен, жан-жануармен байланыстырып, солардың мүсіндерін жасап, оларды тұмар ретінде тағып, соларға сыйынған. Ал Сармат, Савромат тайпалары полихромдық стиль негізінде олар мәдениетінде әшекей бұйымдарды, мысалы түйме, жылтырақ, моншақтар және алтын жіптермен өздерінің киімдерін әшекейлеп отырған. Міне полихромдық стильдің ерекшелігі осында. Сонда қарап отырсақ, Қара теңіздің солтүстігінде скиф тайпалары өмір сүрсе, ол туралы Геродот жазып қалдырған. Себебі бұл аймақ сол кезеңде Грецияның отары болған. Ал олардан шығысқа қарай, яғни қазіргі Батыс Қазақстан және мына Ресейдің оңтүстігіндегі Ставрополь өлкелерінде Сармат, Савромат тайпалары өмір сүрген. Ал олардан шығысқа қарай, яғни Қазақстан территориясында сақ тайпалары мекендеген болатын. Міне осы үш көшпелі үлкен тайпалық бірлестіктер сол кезеңдегі Евразия материгіндегі өзіндік үлес қосқан, тарихтың дамуында орны бар
мемлекеттер деп айтуымызға болады. Міне Геродот сол скиф тайпалары туралы көп мәлімет қалдыру барысында осы сақтарды азиялық скифтер деп атап көрсеткен болатын. Болды ма? Болдым мен. Уақыт асып кетті ғой деймін.